Саламатсыздарма? Бүгін біз мынандай фотосуреттерге, PNG форматтағы, болмаса кәдімгі қарапайым форматтағы суреттерге осындай обводка жасайтын боламыз, яғни сыртқы осылай рамочкалар жасаймыз сыртына суреттердің. Мінекей мен фотошопқа кірдім, файл создать. А4 болмаса печаттың ішіне кіріп, А4 таңдайсыздар. Создать басамыз. Мінекей А4 форматтағы фотомыз шықты, ақ фото. Енді мұнда қою керек суретімізді таңдаймыз. Мінекей күн деген сурет дайын тұр менде. Соны апарамыз. Shift батырмасын басып тұрып, размерін үлкейтіп аламыз. Галочканы басамыз. Мінекей фотосурет қойылды. Мына бөліктен слайд деген жерден осы рисункты екі рет шертеміз. Мінекей шерткен кезде осындай терезе шықты, стиль слая деген. Выполнить обводку деген батырманы басамыз. Мінекей галочка қойылды. Енді қараңыздар. Цвет деген жерге қара түсін қояйын көріну үшін. Мінекей қара түс қойылды. Размерін былай үлкейтсеңіздер, кішірейтсеңіздер де болады. Мінекей енді тағы да обводка ауысу үшін астында выполнить обводку немесе тағы да плюс батырмасын басасыздар. Екінші обводка қосылады. Оның түсін ақ қыласыздар. Бұны снаружи, внутри деп өзгертсеңіздер болады. Мінекей бұл кезде ішінде болады. Бірақ қарап тұрсаңыздар, мінекей ішіндегі суреттің размері де өзгереді. Оған сәйкес сол себепті бұны біз қара түсті снаружи дейік, бұны размерін қара түс қылайық, бұның снаружи қылып, яғни мына қараның сыртында тұрады, бұл үлкейтеміз кішкене, ал бірінші обводканы ол да сыртында тұр, оны ақ қыламыз. Яғни мына суреттің сыртындағы бірінші обводка ақ болады, одан кейінгі обводка қара болады деген сөз. Солай екі обводканы қосамыз. Мінекей екінші обводканың размерін кішірейтейік. Бірінші обводканы көбейтейік. Мінекей. Бұны распечатка жасаған кезде қырқуға да өте оңай болады, наклейка секілді. Окей, батырмасын басып сақтап аламыз. Мінекей. Енді мұнда фон деп тұр. Екінші фонымыз, яғни артқы фоны ақ түс болып тұр. Оны алып тастай саламыз, сонда PNG форматта осылай фонсыз сақтап аламыз. Сақтау үшін файл, сохранить как деп. Тип файлаға PNG деп көрсетесіздер. Сохранить батырмасын басасыздар. Окей. Болды. Сақталды. Мінекей. Без имени 3 деп тұр. Фотомыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.